44-ші қара сөз. Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушылар да неше түрлі болады. Қым талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де бірінен бірі өнерлі тұрлаулырақ келеді. Уә, әкин, адам баласы я талапты, я талапсыз болсын, әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әрнеше орынсыз ба, орынды ма берекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзіменен серіктес сырлас осылар, бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадір іздеп, сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр, сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсам, мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғын, малдың беті жарық дейтұғын. Мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды. Бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа құлға қарағанда қазақ түгіл көңіл жиіркене тұғыныз. Осыған орай бірі ер атам, біреу қажеке атамен, біреу молдеке атамен, біреулер білгіш қу сұм атаномен деп сол қарекетте жүр. Әрқайсысы қазаққа яки бірі бар, бірі жоқ болса бағанағы екі бұлдамақта болып, басына осының бір сапар елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы, мынаны алып келіп берсе қымбат болғанда екен. Осы күнде мына бір істің біраз қолы бар екен деп қазақтың өз бетінен оқып ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеп талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Оның соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі тым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр, ішінде қатпар көп болмаса. Құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып, біліп ұмтылған талап екенін білерсің.